Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті World Business Consulting қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға еншілес компаниялардың инвестициялық жобаларына қаражат салуды ұсынды. Өз кезегінде бұл компаниялар сыйақыны заңды қызметтен емес, жаңа салымшылардан тартқан қаражаттан алуға кепілдік берді. Мәселен, 2018-21 жылдар аралығында WBC қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшылары азаматтардан жалпы сомасы 5,8 миллиард теңгені құрайтын қаражатты заңсыз тартып, сонымен қатар қатысушылардың бір бөлігін басқалардың жарналары есебінен байыту арқылы 2,6 миллиард теңгені қайта бөлген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жалпы сомасы 4,1 миллиард теңгенің мүлкі тәркіленді. Сот үкімімен қаржы пирамидасының жетекшілері Марамов, Кемелбаев, Гайтова, Кравченко және Әлімжанова кінәлі деп танылып, 5 жыл мерзімге қаржы ұйымдарындағы лауазымдарға ие болу және қаржы институтының мүшесі болу құқығынан айыра отырып, 5 жылдан 6 жыл 8 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сонымен қатар, World Business Consulting пирамидалық схемасының тағы 5 ұйымдастырушысы халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады. Егер сіз немесе сіздің туыстарыңыз The World Business Consulting әрекетінен зардап шексе, агенттіктің сенім телефонына хабарласыңыз.